Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен математика сабағын бастаймыз. Балалар, әуел сабақты бастамай тұрып, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және жанындағы колокольчикті басамыз. Өйткені мен видео салған кезде сіздердің алдарыңызға міндетті түрде шығатын болады. Олай болса, балалар, бүгін біздің жаңа сабағымыз пысықтау, есеп шығару деп аталады. Оқулықтың 125-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз, балалар. Қазақстанда жыл сайын 9 миллион тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдықтар жиналады. Оның тек 9% ғана қайта өңделеді. Қанша тонна қалдық өңделмеген күйінде қалады? Балалар, біз әуелі есімізге түсіріп алайық. 9% деп отқанымыз 100-ден 9 бөлігі. Бұл жерде қараңыз, тұрмыстық қатты заттардың тек 9% ғана өңделеді дейді. Біз 9%-ын табу үшін, балалар, 9 миллионды әуелі 100-ге бөліп аламыз. Яғни 1%-ын тауып аламыз. Содан соң 9-ға көбейтеміз. Сонда қараңыз, 810 мың тонна қайтадан өңделеді, ал 8 миллион 190 мың тонна сол күйінде өңделмей қалады. Келесі, балалар, екінші тапсырма. Мәтін есеп. Арман 12 килограмм қағаз қалдығын жинады. Бұл 4-ші А сынып оқушылары жинаған қағаз қалдығының 36-тан 2 бөлігін құрайды. Сынып оқушылары барлығы қанша килограмм қағаз қалдығын жинады? Балалар, бұл жерде есепте Арманның қанша килограмм қалдық жинаған белгілі. Бірақ ол 4-ші А сынып оқушыларына қарағанда 36-та 2 кем жинаған. Ол 36-та 2 деген табу үшін, балалар, біз 12-ні әуелі 2-ге, яғни алымына бөліп, бөліміне көбейтеміз. Сонда 4-ші А сынып оқушылары барлығы 216 килограмм қалдық жинады. Ал Арман 12 килограмм, барлығын қосқанда 228 килограмм қағаз қалдығы жиналды. Келесі, 3-ші тапсырмаға қараймыз, балалар. Тоннаның 8-ден 7 бөлігі дейді бізге. Бір тоннада 1000 килограмм болса, балалар, бөліміне бөліп, біз алымына көбейтеміз. Екіншісі, тоннаның 25-тен 4 бөлігі. Ол үшін бір тоннада 1000 килограмм болса, 1000 килограммды, яғни бөліміне бөлеміз, 25-ке бөлеміз, содан соң алымына көбейтеміз. Дәл осылай, балалар, біз есепті жалғастырамыз, яғни бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. Бұл жерде бір ерекшелік, балалар, барлығы бірдей тоннада келген, яғни 1000 килограмм. Келесі, балалар, оқулықтың 126-шы беті 4-ші тапсырмаға қарайық. Бауыржан 12 күн лагерде болды. Бұл оның каникулының тек қана 30-дан 4 бөлігін құрайды. Бауыржанның каникулы қанша күн? Балалар, 30-дан 4 бөлігін құрайды деген сөз 4-ке бөліп 30-ға көбейтеміз. Мысалы, 12-ні 4-ке бөлсек 3, 3 пен 30-дың көбейтіндісі, яғни Бауыржан барлығы 90 күн болу керек. Бірақ қазір тек ол 12 күн қана болды. Демек, барлық күннің, яғни 90 күннің тек ол 30-дан 4 бөлігінде қана өткізді. Екіншісі, әсін қарайық. Сыныпта барлығы 30 оқушы бар, бірақ оның тек 10-нан 1 бөлігі ғана олимпиадаға қатысты. 10-нан 1 бөлігі жатқанымыз, балалар, бірінші 10-ға бөліп, сосын 1-ге көбейтеміз. Сонда 3 оқушы ғана олимпиадаға қатысты деген сөз. Қалғаны қатысқан жоқ. Біз қалғанын табу үшін барлығынан жаңағы олимпиадаға қатысқан оқушылардың санын азайтамыз. Сонда 27 оқушы олимпиадаға қатысқан жоқ. Келесі, балалар. 5-ші деп, яғни бұл дейтін өрнекті жалғастырамыз. Өрнектерді шығарамыз. Бұл жерде білесіздер, бөлімдер бірдей, но алымдары әртүрлі, сондықтан жазылған жоқ мұнда. 6-ші есепке қарайық. Бір жүрдек пойыз А қаласынан сағат 12:00-де шығып, сағатына 220 км жылдамдықпен жүрді. Оған қарама-қарсы бағытта Б қаласынан сағат 13:00-де екінші пойыз шығып, сағатына 240 км жылдамдықпен жүрді. А және В қалаларының арасында темір жолдың ұзындығы 1140 км. С станциясында пойыздар сағат нешеде кездеседі? Сонда, балалар, сағат олар күндізгі сағат 3-те, яғни 15:00-де кездеседі. Келесі, 7-ші тапсырма, амалдарға берілген есептер. Бұл жерде қарап отырсаңыз, 4 амалдар: бөлу де бар, көбейту де бар, азайту, қосу, жақшаға дейін бар. Біз біріншісінде әуелі жақшаны орындап алдық. Мысалға, 307 мен 526-ны көбейттік. Содан соң екінші бөлу амалын істедік.
11592-ні 56-ға бөлдік. Үшінші амал екеуін біз азайттық. Азайтқан кезде 171275 шықты. Одан соң жақшаның сыртында тұрған бөлуді орындадық. Келесі төртінші амалымыз. Одан соң бесінші амал азайту амалын орындадық. Ал екіншісінде балалар, қараңыз, бұда да 5 амал есептің барлығы бар. Біз ең әуелі бірінші жақшаны орындадық. Жақша ішінде, яғни азайту 84 шықты. Одан кейін жақша сыртында бөлуді орындадық. Яғни 50988-ді бөлдік жақшаның ішіндегі санға. Сонда 607 шықты. Енді одан соң ең бірінші тұрған балалар біз азайтуды істедік. Яғни 619888-ден 607-ні азайттық. Келесі бөлу амалы, яғни 64746-ны 99-ға бөлдік. Ең соңында барлығы қосу амалын орындадық оқушылар. Келесі 9-шы тапсырма. Сен зерттеушісің. Тапсырманы орында. X санның қосындысы 324-ке тең. Сонымен бірге бір сан екіншісінен 5 есе артық. Ол қандай сандар? Бізге балалар, бірінші сан, біз оны X деп аламыз, белгісіз. Екінші сан белгісіз, бірақ біріншісіне қарағанда 5 есе артық, яғни 5x болады. Ал барлығы 324. Біз ол үшін 5x-ке x-ті қостық, яғни 2 санды қостық, тең болады 324. 324-ті 6-ға бөлдік. Сонда 54-те отқанымыз бірінші сан. Екінші сан, сол 54-ті 5-ке көбейтіп екіншісін табамыз. Екіншісі 270. Одан соң балалар біз орнына қойып тексереміз. Біреуі 54, екіншісі одан 5 есе артық, яғни 270. Екеуінің қосындысы 324. Ең соңғы балалар И тапсырмасына берілген есептер. Дүкенге барлығы 90 қауын әкелінді. Оның 5-тен 2 бөлігі сатылды. Әлі сатылмағаны қанша? 5-тен 2 деп отқанымыз, яғни бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. Сонда 36-сы сатылды, 54-ті әлі де сатылған жоқ. Балалар, біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге күнде видео шығып тұратын болады. Сау болыңыздар, оқушылар.